Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сіздермен қазақ халқының ою-өрнектері туралы сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының ою-өрнек түрлері деп аталады. Сабақ барысында Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің қорынан алынған экспонаттардағы ою-өрнек арқылы тереңірек танып білетін боламыз. Қазақтың ұлттық ою-өрнегі қазақ жерін мекендеген көшпелі тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге келген ою-өрнек түрлері. Композициялық құрылымына қарай ою-өрнекті 4 топқа бөледі. Геометриялық, зооморфтық, яғни жан-жануарлардың табиғи және фантастикалық бейнелері. Өсімдік тектес өрнек пен космогониялық ою-өрнек. Ою-өрнектің ісі тым ерте заманнан бастап қолөнердің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келеді. Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып, жасау немесе екі затты қоя кесіп, қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып, бедер түсіру деген мағына береді. Ал өрнек дегеніміз әр түрлі ою, бедер, бейненің күйдіріп, жалатып, бояп, батырып, қалыптап істеген көркемдік түрлердің, әшекейлердің ортақ атауы іспеттес. Сондықтан көбінесе ою-өрнек деп қосарланып айтыла береді. Ертедегі қазақ оюларын мазмұны жағынан іріктесек, негізінен 3 түрлі ұғымды бейнелейді. Қазақтың ою-өрнегі үй жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Кебеже, жүкаяқ, әбдіре, асадал сияқты тұрмыстық бұйымдарда және әшекейлерде зооморфтық ою-өрнектер жиі кездеседі. Аталған ою-өрнектер кебежеге бүйірінде көбінесе тігінен бедерленіп, бос жерлерін толықтырған, ал төсектің жан ағашы белгілі бір ырғақпен түгел дерлік өрнектелген. Кейде оларды өсімдік сипатты өрнектермен де сабақтастырып, жарасымды тұтас композиция құрған. Ұсақ аңдардың табандарының іздері жүкаяқ, кебеже, асадалдың өрнектегі жерлеріне салынған. Сонымен қатар бұл өрнек түрін үй жиһаздарының жиектерінен, бұрыштарынан кездестіруге болады. Зооморфтық өрнекте 4 түлік малдың абстракциялық пішіні ерекше орын алады. Оған мысал ретінде қошқар мүйіз, 4 құлақ, түйе табан, бота мойын, түлкі бас, құсқанат және тағы басқа да оюларын атауға болады. Қошқар мүйіз оюы қазақ халқының бүкіл тыныс тіршілігін танытады. Кей қолданыста ол 40 мүйіз, сыңар мүйіз, арқар мүйіз болып түрленіп отырады. Қошқар мүйіз 4 тармақтан құралып, ортасы айқыш тәрізді болып келеді. 4 құлақ өрнек кебежеге, жүкаяқтарды безендіруде кеңінен қолданылады. Ол ағаш бұйымдар бетінің кейде дәл ортасына, кейде бұрышынан бедерленген. Үй жиһаздарында кеңінен пайдаланылатын қазақ оюының келесі бір түрі өсімдік тектес ою-өрнектер. Олар тұрмыстағы ағаш бұйымдарда жиі кездеседі. Жалпы өсімдік өрнегін жапырақ, гүл, сабақша, өткізбе, шиыршық, тамыр түрінде және жаңадан ашылып келе жатқан жауқазын бейнесінде ұшырасады. Өсімдік сипатты ою-өрнек көбінесе кебеже мен жүкаяқтардың, әбдірелердің беттерінде тігінен де көлдеңінен де қолданыла береді. Ал асадалдарда бұл ою-өрнектер бір-бірімен сабақтасып, тұтасқан түрінде беріліп отырады. Сол сияқты тұскиіздерде. Өсімдіктер ағаш бұйымдарында шебердің талғамына қарай әр қилы көрініс табады. Шебер оны өз талғамына орай жеке де топтастырып та пайдаланған. Сондай-ақ бұйымдарда өсімдік белгілері сабақтастырылған, шиыршықталған күйінде немесе шеңбер түрінде бедерленген. Бұл ою-өрнектердің арасындағы бүгінде кең таралған ағаш сұлбасының абстракциялық түрдегі бейнесі. Аталған ою-өрнектердің арасындағы келесі кең таралғаны жапырақ тектес. Жапырақтың әсіресе дара және топтасқан бейнелері көп қолданыс тапқан.
Үй жиһаздарында, сырмақтарда геометриялық ою-өрнектер жиі кездеседі. Ол барлық дерлік бұйымдарда орын алады. Көбінесе жалпы композиция құру барысында негізі күрделі ою-өрнектерді жалғастырушы, толықтырушы рөлін атқарады. Ол үй жиһаздарының жиектерінде, бүйірлеріне, қапталдарына нақышталады. Көбінесе кебеже, әбдіренің орта тұсында, сырмақтың шеттерінде шеңбер, сызық түрінде бедерленеді. Сондай-ақ үй бұйымдарында геометриялық ою-өрнектердің үшбұрыш, төртбұрыш, сүйірбұрыш, айшықты, сопақша түрлері де кездеседі. Қазақ халқының түс киіздерінде және жиһаздарында космогониялық ою-өрнекте кең таралған. Ол кебеже мен әбдіре немесе түс киіздің бетінің дәл ортасында, көбінесе күн бейнесінде бейнеленіп, айналасына ұсақ жұлдызшалар, бұлт, толқын салынады. Мәселен, күн бейнесі оның шұғыласы бұйымдарының ортасында шеңбер түрінде бедерленсе, ай бейнесі көбінесе қыз жасауларында жаңа ай күйінде өрнектеледі. Бүгінгі сабағымыз сіздерге қызықты әрі түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.